Кюнет компаниясының бойынша сот қарастырылып жатыр. Мен сол жерде жәбірленушімін. Мен досым кіргізген болатын бұл Кюнет компаниясына. Сол Кюнет компаниясына өздерінің ұсынған туристік карталарымен, әшекейлерімен, Бернард Эйчмейер сағаттарымен, сыняларына қызықтырып, маған өміріңде бір рет болсын бір тауарды алып, одан кейін ақша салмайтынын айтып, сол Кюнет туристік картаға бола, соған бола алдым мен. Өйткені Дубайға неге шығуға соларға мүмкіндік бар деп айтылды. Енді сол 2 жыл жұмыс істеп, 2020 жылы осы Кюнет компаниясына мен 30 желтоқсан күні Сольва микроқаржысынан кредит алып кірген болатынмын. Бұл жаққа 31 желтоқсан күні сағат түскі шамасында Белдібаева Гаухар деген кісіге терминал арқылы 880 мың теңге ақша сомасын терминал арқылы салған болатын қолма-қол. Енді бұл кісілердің айтуы бойынша біз сіздердің ақшаларыңызды біз алған жоқпыз. Сіздердің ақшаларыңыз тікелей Кюнет компаниясының өзінде қаражатына түсті деп отыр. Бір айтатын мәселе, бұл жерде адамдардың барлығы біреуі алтын алған 1,5 миллионға, біреулер сағат алған 1 миллионнан аса неге. Бірақ олардың ешқайсының пайдасы, яғни сапасы жоқ. Мысалға 1,5 миллион алған, мысалға сатып алған алтынның құны 55 мың теңге. Осы жақында ғана ломбардқа апарып өткізіп еді, 55 мың теңге ғана сондай ғана сомасын шықты. Енді жалпы сома 60 миллионның сомасы болып тұр. Біз соттан әділ шешім шығаруды талап етеміз.